Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге «Плохая партия» апокалиптикалық фильміне түсіндірме жасайтын боламын. Алдымен арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз. Фильм Арлен есімді әйел тұтқыннан басталады. Оның құлағының астына 50-40 нөмірі таңбаланған. Оны Техастан тыс орналасқан шөлге айдап жібереді. Бұл жерге үкімет жарамсыз деп тапқан адамдар, яғни «Плохая партия» мүшелері өз бетімен тіршілік ету үшін жіберіледі. Аумақта ақш аумағына кірмейді, американ заңдары жүрмейді деген жазу бар. Тұтқындарға тек бір бөлке нан мен бір бөтелке су ғана беріледі. Арлен шөл ішінде мақсатсыз жүріп, қаңырап бос тұрған көлік табады. Ол көлікке кіргенде оның жүрмейтінін біледі. Демалмақ болып боянып алады. Біраздан кейін жігітімен түскен суретке қарап отырғанда, айнадан гольф көлікпен жақындап келе жатқан екі адамды байқайды. Қорққаннан қаша жөнеледі, бірақ ұсталып қалады. Олар оны ұрып есінен тандырып, алып кетеді. Біраз уақыттан соң Арлен өзін шынжырға байланған күйде көреді. Аузы да таңулы, айқайлай алмайды. Бір ер адам оның қолына жансыздандыратын дәрі егеді. Артынша бір әйел темір арамен оның қолын кесіп тастайды. Арлен жан даусымен айқайлайды, кешірім сұрайды. Бірақ еш нәтиже жоқ. Көп ұзамай олардың адам жегіштер екенін білеміз. Олар адамдарды ұстап етін жейді. Қан жоғалтудан Арлен есінен танып қалады. Әйел оның жарасын қызған табамен күйдіріп, қанын тоқтатады. Оянғанда Арлен бір қолы ғана емес, бір аяғынан да айырылғанын көреді. Келесі күндері оны байлаулы күйде ұстап, денесінің бөліктерін біртіндеп кесуді жалғастырады. Сырттан басқа адамдардың дауысы естіледі. Жаңа құрбандарды үнемі әкеліп жатқанын түсінеді. Осылай өле алмайтынын түсініп, қашу жоспарын ойлайды. Бір күні үстіне әдейі дәрет сындырып, өзін былғайды. Мұны көрген адам жегіш әйел жиіркеніп, шынжырын шешіп жуындырмақ болады. Сол сәтте Арлен жанындағы темір ломды байқап, әйелге шабуыл жасап өлтіреді. Сосын еңбектеп қашады. Аяқ қолының жоқтығынан алысқа бара алмайды. Жолдан скейтборд тауып, сонымен қозғалады. Біраздан кейін аптап ыстықтан сусызданып, әлсірейді. Өлемін деп ойлаған сәтте бір тақуа адам құтқарып, оны арбасына салып алып кетеді. Олар комфорт атты қонысқа жетеді. Тақуа адам Арленді тастап кетеді. Қоныс тұрғындары оған көмектеспек болады. Бұлар адам жегіш емес, қалыпты адамдар. 5 ай өткен соң Арленнің жағдайы жақсарғанын көреміз. Қол аяғы өспегенімен жаңа өмір бастаған. Оған протез аяқ берілген. Қалыпты жүре алады. Тамақ, баспана, жұмыс бар. Бірақ ол өзін мүгедек еткен адам жегіштерден кек алуға серт береді. Кейін адам жегіштердің көсемі Майамимен көрсетіледі. Ол қатыгез өлтіруші. Бірақ Хани есімді қызын қатты жақсы көреді. Қызының суретін жиі салады. Бір көріністе құрбанынан кешірім сұрағанын тыңдамай, оны бөлшектеп өлтіреді. Кейін серігі Мариямен бірге адам етін пісіріп жейді. Мария бұл өмірден шаршағандай. Келесі күні Арлен журналдан қыздың қолының суретін қиып алып, өзіне қойып көреді. Бұрынғы қалпын есіне алып мұңаяды. Қаруын алып шөлге кетеді. Сол уақытта Мария мен қызы Хани қоқыс орнын ақтарып жүрген. Мария аяғын жарақаттап алады. Арлен бұрын өзін алып кеткенге ұқсас гольф көлікті байқап, олардың жақын екенін түсінеді. Көп ұзамай Мария мен Ханиді табады. Марияны таниды. Арлен қаруын кезеп, оны кінәлайды. Мария тірі қалу үшін істегенін екеуміз бірдейміз дейді. Арлен жоқ деп оны атып өлтіреді. Хани шошып қалады. Арлен қызды аяп, өзімен бірге комфортқа алып кетеді. Жолда оларды бұрынғы тақуа адам байқайды. Комфортқа келгенде Хани көп адамнан қорқады. Үндемейді. Қоян көріп сатып алады. Арлен оның атын сұрағанда, адам жегіштер ұрлады ма деп сұрайды. Жауап жоқ. Майами мен үйіне Мария мен қызы оралмағанын алаңдайды. Қоқыс орнынан Марияның мәйітін тауып, Ханиді таппай тақуа адамға жолығады. Қызының суретін көрсетіп, тақуа адам ақпарат үшін суретін салып беруді сұрайды. Майамимен келіседі. Сурет дайын болған соң, тақуа адам Ханиді комфортта табатынын айтады. Осы уақытта Арлен Ханимен жақындасуға тырысады. Түнде базардағы үлкен кешке барады. Комфорт басшысы Дрим есімді адам. Тұрғындар оны қатты құрметтейді. Ол әсерлі сөз сөйлеп, кейін есірткі таратылады. Арленде қабылдап мас күйге түседі. Кеш барысында Хани жоғалып қалады. Қояны қашып кетеді. Қуып жүріп, Дримге және жүкті жас әйелге тап болады.
Дрим қызға қызығып, сәнді үйіне шақырады. Хани келіседі. Арлен көңіл көтеріп жүргенде, Ханидің жоқ екенін байқап іздей бастайды. Бірақ мас болғандықтан, өзі байқамай комфорттан шығып, қайтадан шөлге бет алады. Ұзақ жүргеннен кейін, Арлен күтпеген жерден Майами менге тап болады. Оның өзін мүгедек еткен сол адам екенін танымайды. Тоқтамай сөйлеп, тіпті оны құшақтайды. Ал ер адам үндемей, тек қарап тұрады. Келесі таңертең Арлен шөлдің ортасында оянып, протез аяғының жоқ екенін көреді. Көп ұзамай Майами мен аяғын әкеліп, оның комфорттан алыс жерде екенін айтады. Аяқсыз ол жерге жету мүмкін емес екенін ескереді. Сосын Ханидің суретін көрсетіп, оны көрдің бе деп сұрайды. Арлен жоқ дейді. Бірақ ол сенбейді. Оны комфортқа апарып, қызды алып шығуды талап етеді. Егер таба алмасаң, өлтіріп қалған денеңді жеймін деп қорқытады. Қорыққан Арлен сөзсіз келіседі. Бірақ жолға шығар алдында мотоцикл мінген тағы бір адам жегіш келеді. Ол қызды бензинге айырбастауды ұсынады. Майами мен біраз ойланып, келісетіндей болады. Әлгі адам Арленді алып кетпек болғанда, ол жалбарынып жылайды. Кенет Майами мен артынан пышақ лақтырып, оның арқасына тигізеді. Артынша тағы бір пышақ лақтырып, бір жола өлтіреді. Енді оларда мотоциклде жолға азық болатын ет те бар. Жолда Арлен дәретке бару үшін тоқтайды. Сол сәтте күшті құмды дауыл соғып, оны жұтып қоя жаздайды. Майами мен жүгіріп келіп, үстіне үлкен мата жауып қорғайды. Арлен бұл әрекетке таңырқайды. Түнде демалып жатқанда, Майами мен өлген адамның қолынан жей бастайды. Арлен одан бәт-бәтш қатарына қалай түскенін сұрайды. Ол өзін заңсыз мигрант екенін айтады. 16 жасында Кубадан Америкаға келгенін, Майамиде татуировка жасаумен айналысқанын жеткізеді. Арлен оның сериялық нөмірін көрсетуді сұрайды. Көрсеткен сәтте ол пышағын тартып алады. Оны өлтіремін деп қорқытады. Адам жейтіндерді жек көретінін, бірақ Майами мен қорықпайды. Шөлде тірі қалу үшін ғана өлтіремін дейді. Сол сәтте оқ атылып, Майами мен кеудесінен жараланады. Оқ атқан адам жегіштерден қашып шыққан бәт-бәтш мүшесі. Ол Арленге көлігіне отыруды ұсынады. Арлен екі ойлы болып, ақыры сонымен кетеді. Майами мен жаралы күйде қалады. Біраздан соң Арлен комфортқа оралады. Қасындағы ер адам өзін 5828 нөмірлі жаңа тұтқын екенін жеткізеді. Арлен қалыпты өміріне қайта кіріседі. Бірақ Майами меннің тірі қалған қалмағанын алаңдайды. Келесі күні шөлге қайта барып іздейді. Оны таппай, тек сурет дәптерін табады. Ал Майами мен өлім аузында жатқанда, оны баяғы тақуа адам тауып алады. Панасына апарып, жарасын емдеп, тамақ беріп аяғына тұрғызады. Арлен үйінде дәптерді қарап отырып, ішінен Ханидің көптеген суреттерін көреді. Қыз үшін алаңдай бастайды. Оның жоғалғаны туралы хабарландырулар басып шығарып, таратса да ешкім көрмедік дейді. Бір күні ол Дримнің үйінен бірнеше жүкті әйелдің шыққанын көреді. Олардың арасында Хани да бар. Қыз сол жерде тұрып жатқанын біледі. Дрим оны дәмді тамақпен, сән салтанатпен қамтамасыз етіп жүр. Дрим көптеген әйелдерді өз қасында ұстап, оларды есірткі өндірту арқылы ақша табады. Заң жоқ болғандықтан, ешкім оны жазаламайды. Ол су жүйесін жасап, адамдарды адам жегіштерден қорғаймын деп мақтанады. Арлен өзін таң қалғандай көрсетіп, оның көңілдесі болуға ұсыныс жасайды. Дрим қуанып келіседі. Арленді бөлмеге дайындауға жібереді. Жуынатын бөлмеде ол протез аяғының ішіне жасырылған қаруды алып шығады. Жүкті әйел кіргенде, қаруды оның ішіне кезейді. Оны кепілге алып, Ханиді қайтаруды талап етеді. Дрим амалсыз келіседі. Арлен Хани мен және қоянымен бірге көлікпен кетеді. Біраз жүрген соң, жүкті әйелді босатады. Кейін олар Майами менге тап болады. Хани әкесін көріп, қуанып құшақтайды. Ол да қызын көріп, алғыс айтады. Үйіне қайтпақ болғанда, Арлен өзінде бірге алуды сұрайды. Алғашында ол қарсы болғанымен, шөл әйелге лайық емес дейді. Арлен қайтпайды. Ақыры келіседі. Сол кезде Хани Дримнің үнемі спагетти беретінін айтып, соны қайта сұрайды. Бірақ тамақ жоқ. Майами мен қоянды ұстап өлтіреді. Арлен қыздың көзін жауып тұрады. Соңғы көріністе үшеуі от басында бірге тамақтанып отырады. Хани сүйікті қоянын жоқтап жылап отыр. Бірақ олар жаңа отбасы сияқты көрінеді. Фильм осымен аяқталды. Көргендеріңізге
Көптен көп рахмет.